Түркістан облысы, Арыс қаласы, жас натуралистер, техниктер, туристер станциясы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазылы. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы арнайы дене шынықтыру дайындығы туралы жалпы түсінік. Сабағымыздың мақсаты арнайы дене шынықтыру дайындығы туралы жалпы түсінік қалыптастыру. Сабағымыздың барысы дене шынықтыру дайындығы жөнінен кеңінен мағлұмат беру, спорттық жаттығу терминіне шолу жасау, спортшының тактикалық дайындығы, спортшының психологиялық дайындығы. Дене шынықтыру дайындығы жөнінде кеңінен мағлұмат беру. Дене шынықтыру бұл адамның тыныс тіршілігін қамтамасыз етуге қолайлы жағдай жасайтын физикалық қасиеттерді тәрбиелеуге және функционалдық мүмкіндіктерді дамытуға бағытталған педагогикалық процесс. Дене шынықтыру дайындығы түсінігін еңбек, әскери, спорттық және өзге де қызметке қатысты дене тәрбиесінің қолданбалы бағытын атап көрсету қажет болған кезде пайдаланады. Жалпы дене дайындығы және арнайы дене дайындығы бар. Жалпы дене дайындығы бұл адамның жан-жақты және үйлесімді физикалық дамуына бағытталған қимыл қозғалыс, физикалық қасиеттерін жетілдіру процесі, функционалдық мүмкіндіктерді, жалпы жұмысқа қабілеттілікті арттыруға ықпал етеді. Арнайы даярлық және таңдалған қызмет саласында немесе спорт түрінде жоғарғы жетістіктерге қол жеткізу үшін негіз болып табылады. Дене шынықтыру жаттығулары: жүгіру, жүзу, спорттық және қозғалмалы ойындар, шаңғы спорты, велосипед тебу, күш жаттығулары және тағы басқалар табиғаттың сауықтыру күштері және гигиеналық факторлар арнайы дене дайындығының құралдары болып табылады. Спорттық жаттығу терминіне шолу жасау. Арнайы дене дайындығы спорттық, әскери, кәсіби және өзге де қызметке сәйкес келетін дене бітімінің жетілуі, денсаулық деңгейінің және дене бітімінің жан-жақты дамуына қол жеткізу. Спорттық жаттығу термині өзінің мазмұны бойынша спортшыларды даярлау терминімен сәйкес келеді. Сонымен қатар олардың ара-жігін ажырата білу қажет. Спортшыны дайындау кең түсінік. Спорттық дайындау бұл спортшының дамуына бағытталған ықпал етуге және оның спорттық жетістіктерге дайындығының қажетті деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін білімді, құралдарды, әдістер мен жағдайларды мақсатқа сай пайдалану. Спорттық дайындық спортшының техникалық, тактикалық, психологиялық және физикалық дайындығын қамтиды. Спорттық жаттығу. Бұл жаттығу әдісі негізінде құрылған спортшының дайындық бөлігі. Мысалы, егер спортшы қандай да бір физикалық жаттығуларды орындаса, онда бұл дайындық барысында спорттық жаттығу жүзеге асырылады. Егер ол қарсыластардың жарыс әрекетінің ерекшеліктерін бейне жазбаларды көру арқылы зерттесе, онда бұл жағдайда дайындық жүргізіледі, ал жаттығу жоқ. Спортшының тактикалық дайындығы. Спортшының тактикалық дайындығы спорттық тактиканың теориялық негіздерін меңгеруді, тактикалық тәсілдерді, олардың комбинациясын, нұсқаларын іс жүзінде меңгеруді, тактикалық ойлауды және тактикалық шеберлікті анықтайтын басқа да қабілеттерін тәрбиелеуді көздейді. Психологиялық дайындықтың негізгі мазмұны ерік-жігерлік, мақсаткерлік, батылдық, шыдамдылық, өзін-өзі ұстай білу, дербестік, бастамашылдық қабілетіне тәрбиелеу болып табылады. Психологиялық дайындық біртіндеп өсіп келе жатқан қиындықтармен жаттығу процесінде және жарыс жағдайында жүзеге асырылады. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, дұрыс ұйымдастырылған арнайы дене шынықтыру дайындығы тактикалық ойлау жүйесінің қалыптасуына, шыдамдылық пен өзін-өзін ұстай білуге, мақсаткерлік пен табандылыққа, көшбасшылық қасиеттердің дамуына алып келеді. Келесі сабақта кездескенше сау, саламат болыңдар.